Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum rahmatulлахи ва баракатух. Қадірменді ағайын, тәжвид сабағын сіздермен одан әрі жалғастырамыз. Бүгін өтетін тақырыбымыз мына әл-артикль деп аталады. Яғни мына алиф пен ләмнің бірігуі әл-артикль деп айтылады. Ал енді осы әл-артиклі сөздің басында келеді. Мысалы, қандай да бір сөз беріледі, мінекей, соның алдыңғы жағын осы әл-артиклі қосылған кезде, осы әл-артиклінің ләмінің оқылып оқылмауына байланысты, яғни оқылып оқылмау тұрғысынан араб әріптері шәмсия және қамария әріптері болып екіге бөлінеді. Шәмсия әріптеріне араб тіліндегі 28 әріптің 14-і жатады, яғни 14-і шәмсия әріптеріне жатады. Қалған 14-і мінекей мына қамария әріптеріне жатады. Қамария әріптері мен шәмсия әріптерін жақсылап жаттап алғандарыңыз жөн. Ал енді мына шәмсия әріптер мінекей көрдіңіздер: та, фа, дәл, зәл, ра, зә, син, шин, сад, дат, та, ва, ләм, нун. Осы 14 әріп. Осы 14 әріптен басталатын қандай да бір сөз келсе, мысалға тиін сөзі, тиінун, және де осы тиін сөзінің алдына осы әлиф ләм әрпі, яғни артикль, әл-артиклі келетін болса, біз әл-артиклімен осы сөзді қосып оқыған кезде бұның ләмі оқылмайды. Яғни бірден осы шәмсия әрпінен болған тәға немесе сәға, кез келген әріпке шәддамен түсіп, сол күйінше оқып кете береміз. Енді түсініктірек болу үшін мысалдарына тоқталып кетейік. Мысалға, шәмсия әрпінен болған тә әрпі. Тә әрпінен құралатын тиінун сөзі, тиінун. Енді оған әл-артиклін қосамыз. Енді әл-артиклмен осы тиінун сөзін біріктіріп оқыған кезде әт-тиіну ғып оқимыз. Яғни тә әрпін шәдда қылып оқимыз. Бірақ мына оқылатын кәсірасы, яғни и болып оқылатыны сол күйі қала береді. Ол өзгермейді. Тек шәдданы ғана қосамыз болды. Яғни екі т бар сияқты оқимыз. Ләмнің орнына. Ләм оқылмайды. Тиінун, әт-тиіну. Фә әрпінен құралған бір сөз. Фиябун, оған әл-артиклі қосылған кезде әс-фиябу болып оқылады. Яғни фә әрпіне шәдданы қосып, екі фә бар секілді оқимыз. Әс-фиябу. Дәл әрпі. Динун, әд-дину. Көрдіңіздер ғой, ләмі оқылмайды. Зәл әрпі. Зикрун, әз-зикру. Ра әрпі. Рахимун, ар-рахиму. Мысалы, ар-рахмани-рахим деген кезде бұл ра әрпі көрдіңіздер, шәмсия әріптерінің қатарына жатады. Және де ләмін оқымаймыз. Әл-артиклі қосылған кезде әл-артиклінің ләмін оқымаймыз. Рахимун, ар-рахиму. Зә әрпі. Зә әрпінен тұратын зәуджун сөзі басталатын. Зәуджун сөзі. Енді оған әл-артиклін, зәуджун сөзіне әл-артиклін қосқан кезде әз-зәуджу болып оқимыз. Син әрпі. Сәләмун, әс-сәләму. Кәдімгі біз өзіміздің әс-сәләму алейкум деп амандасатын сөзіміз. Сәләмун, әл-артиклінсіз, әл-артиклі қосқан кезде біз әс-сәләму. Яғни біз амандасқан кезде осы әл-артиклімен қосып амандасамыз, бірақ бірден синға түсеміз. Әс-сәләму. Шин әрпі. Шәхрун, әш-шәхру. Сад әрпі. Сабирун, әс-сабиру. Дат әрпі. Диддун, әд-диддун. Мына жерде дәл әрпі шәддәлі болып тұр, үстінде тәнуин кеп тұр. Енді сіз әл-артиклмен қосқан кезде дат әрпінде шәддәлі қыласыз. Сол кезде екеуді күшейтпелі түрде оқылады. Диддун, әд-дидду. Тиббун, әд-тиббу. Захирун, әз-захиру. Лейлун, әл-лейлу. Нурун, ән-нуру. Неки, шәмсия әріптеріне қатысты ереже осы. Бұл өте оңай. Яғни шәмсия әріптеріне тағы бір қайталап өтейін. Шәмсия әріптерінің алдында әл-артиклі келетін болса, әл-артиклінің ләмі оқылмайды. Бірден шәмсия әріптеріне шәддәлі күйде түсесіздер. Жаңағы мысалдардағыдай. Енді келесі бөлім бұл қамария әріптері. Алфавиттің келесі 14 әріпі бұл осы қамария әріптеріне жатады. Бұл да осы
әріптерден басталатын сөздің алдына мінекей осы ләм артиклі келген кезде ләмнің оқылып оқылмауы тұрғысынан осы қамария әріптері бөлінген. Яғни қамария әріптерінен қандай да бір сөз басталатын болса, мысалы ибилун, фәжирун, және де сол сөздің алдына әлиф, ләм екі тіркес, яғни әл артиклі келген жағдайда бұл жерде ләмі сукун болып оқылады. Яғни бір шәмси әрпінде бағана әріпке шәддамен түстік қой. Енді қамария әрпіне шәддамен түспейміз. Бірінші ләмді оқып барып, қамария әріптерінен басталатын сөзді сол күйі оқимыз. Енді түсініктірек болу үшін мысалдарын оқып өтейік. Бірінші мына қамария әріптерін оқып өтейік. Әлиф, бә, джим, ха, ха, айн, ғайн, фә, қаф, каф, мим, вау, ха, я. Мінекей осы 14 әріп қамария әріптеріне жатады. Енді мысалдарын оқып өтейік түсініктірек болу үшін. Мысалға әлиф қамария әрпінен болған әлиф әрпі. Ибилун деген сөз келіп тұр. Енді оған әл артиклін қосқан кезде, оқылған кезде қалай оқылады? Әл ибилу. Ибил сөзі өзі оқылып тұр. Ибилун, бірақ әлді қосқан кезде әл ибилу болып оқылып тұр. Яғни ләмі сукун болып оқылады. Көрдіңіздер ғой? Алдындағы әлиф ол өзі әбі оқыла береді. Бә әрпі, бұл да қамария әріптеріне жатады. Бәйтун деген сөз, бә әрпінен басталатын бәйтун деген сөз. Енді оған әлиф ләмді әл артиклін қосқан кезде әл артиклі әл болып оқыладығы, бәйту сөзі өзі оқылады. Бәйтун әл бәйту. Бәйтун әл бәйту. Енді мына жерде бір айта кететін жайт, қазірден бастап біле беріңіздер. Мысалға бұл әлиф әл артиклі негізі бір сөзді нақтылайды. Мысалға мына бәйтун деген сөз араб тілінде үй деген мағынаны білдіреді. Бірақ қандай үй екенін біз біле алмаймыз. Неге? Өйткені әл артиклісіз келгендіктен бұл кез келген үйді айтып тұр. Нақты бір үйді білдіріп тұрған жоқ. Кез келген бір үй, бәйтун. Ал енді әл артиклі келген кезде бұл әл артиклі нақтылаушы қызметін атқарады. Әл бәйту деген кезде біз нақты бір үйді біле аламыз, қай үйді айтып тұрғанын. Сол кезде мінекей бәйтун сөз өзі жеке нақтыланбай оқылған кезде тәнуинмен оқылады. Араб тілінде өзі сөздер солай оқылады. Бәйтун нақтыланбай оқылған кезде тәнуинмен оқылады. Әл артиклі келген кезде тәнуиннің бір үтірі түсіп қалады. Соңғы әрпі, сол сөздің соңғы әрпі харакатына байланысты не дамма, не фатха, не касраға өзгереді. Тәнуин болмайды. Әл артиклі келген кезде сөздің соңы тәнуин болып аяқталмайды. Не даммаға, не фатха, не касраға аяқталады. Бәйтун әл бәйту. Бұны алдыңғы сабақтарда әлі өтеміз, тоқталамыз, бұған бірақ қазірден бастап біле беріңіздер. Джим әрпі. Джибалун. Әл артиклі келгендіктен оны сукун қылып оқимыз. Әл джибалу. Ха әрпі. Хамдун. Әл-хамду. Әл-хамдулиллахи раббил аламин дейміз ғой біз. Сол кездегі әл-хамду сөзі. Ха әрпі. Халиқун. Әл-халиқу. Айн әрпі. Алимун. Әл-алиму. Ғайн әрпі. Ғафурун. Әл-ғафуру. Фәджирун. Әл-фәджиру. Қадирун. Сөзінің алдын енді әл артиклі кеп тұр. Қаф әрпі қамария әріптерінен болғандықтан оның алдына келген әл артиклінің ләмі оқылады. Әл-қадиру. Кәусәрун. Әл-кәусәру. Көрдіңіздер, мына жерде тәнуин оқылды. Белгісіз болған кезде кәусәрун. Енді нақтыланған кезде әл артиклі келіп әл-кәусәру оп даммамен бітті. Мәликун. Әл-мәлику. Вадудун. Әл-вадуду. Худбун. Әл-худбу. Яминун. Әл-ямину. Мінекей қадірмен ағайын, сіздермен бүгінгі тоқталатын тақырыбымыз осы шәмсия және қамария әріптері. Бұл әріптерді жақсылап жаттап алыңыздар. Бір жаттап алсаңыздар, одан кейін практикалық тұрғыдан мысалдарын міндетті түрде оқыңыздар. Кем дегенде 10 мәртеден
және де осы практик жаттап және де практикалық тұрғыдан бір өздеріңіздің тәжірибелеріңізден өткізіп алсаңыздар, Алла нәсіп етсе, бұл ары қарай өзі жеңіл кетеді. Енді Алла тағала істеріңізге береке берсін, ілімдеріңізді арттырсын. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.